Барлықтарыңа сәлем. Біздің келесі өтетін тақырыбымыз литосфера. Дәл осы жердегі литосфера дегенді талқылайтын болсақ, бізде лит тас деген, ал сфера деген қабат деген мағынаны білдіреді. Яғни жердің тас қабаты туралы бүгін түсіндіретін боламыз. Бірінші, сіздерге білу керек нәрсе ол геохронология кесте. Дәл осы кесте геохронология кесте деп аталады. Геохронология дегеніміздегі гео жер, ал хронология уақыт, яғни жердің уақытын білетін кесте болып табылады. Бірінші, дәл осы кестені білу барысында сендер бұл кестенің төменнен жоғары қарай саналатын білулерің керек. Неге? Себебі жер пайда болған кезде жұдырықтай кішкентай шаңның оның айналасына жиналуынан, яғни бірінші архей, содан кейін протерозой, палеозой, мезозой және кайнозой қалыптасқан. Сіздерге білу керек нәрсе, архей мен протерозой туралы бізде ешқандай дәуірлер жоқ. Ал архей бізде ең ескі, ежелгі деген мағынаны білдіреді, ал бізде протерозой көне деген мағынаны білдіреді. То есть осы екі ақпаратты білсеңдер сендерге жеткілікті. Палеозой мен мезозой, кайнозойдың дәуірлерін жаттаған өте жеңіл, себебі бізде кайнозойдың дәуірлерінің барлығы ген деп аяқталады, яғни антропоген, неоген, палеоген және төрттік деп жаттап алыңдар, ген плюс төрттік деп. Сол кезде сендерге оңайырақ болады. Содан кейін келесі мезозойдікі, получается, бор юра триас. Бор юра триасты тоже БЮТ деп жаттауға болады. Сол арқылы сендер қалғаны палеозой деп жаттап аласыңдар. Енді қатпарлық. Қыздар, жігіттер, қатпарлық деген не? Қатпарлық дегеніміз осы екі таудың немесе тағы да басқа нәрселердің пайда болуына байланысты дүниеге келетін дүние ақпарат болып табылады. Қатпарлықтар архей, протерозой және кембрийда Байкал қатпарлығы, перм мен карбонда герцин қатпарлығы дәл осы жерден аяқталады. Ал девон, силур, ордовикте каледон қатпарлығы. Мезозойда мезозой, кайнозойда альпі қатпарлықтары. Осы жер түсінікті деп ойлаймын. Қатпарлық дегеніміз тауды қалыптастыратын жерлер болып табылады. Енді тіршіліктің дамуы. Бұны жаттаған оңайырақ, себебі біз былай жаттаймыз. Архейде бактерия, ал архейдің қасына қара пастамен немесе басқа түспен жазып қояйық. Бұл жаққа бактерия, яғни бір ғана нәрсе. Протерозойда қарапайым теңіз ағзалары және көк жасыл балдырлар, яғни балдыр мен теңіз деп жазып қойсаңдар, сендерге удобнырақ болады. Балдыр плюс теңіз. Сол кезде сендерге жаттап жазғанға ыңғайлырақ. Ал архейге бактерия деп жазып қойыңдар. Болды, сол кезде сендер уже мына жартысын жаттап тұрсыңдар. Келесі, сендерге енді былай сұрады. Енді қатпарлықтармен сұрайды. Каледон қатпарлығында бізде бірінші өсімдік және папоротниктер пайда болды. Яғни каледон деген в целом өсімдіктердің қалыптасқан қатпарлығы болып табылады, себебі өсімдік те өсімдік, ал папоротник пен плаун тоже өсімдіктер. Яғни каледонда өсімдіктер. Герцин қатпарлығында теңіз маржаны, триболит, ірі қос мекенділер таралды. Ірі қос мекенділерге бізге бақа, немесе құрбақа, содан кейін жыландар, балықтар жатады, кейбір балықтардың түрлері. Оларды жаттау үшін ТТQ деп жаттаймыз. Ал мезозой қатпарлығы ол в целом оңай. Себебі сендер білесіңдер ғой, парк юрского периода деген мультфильм, кино бар. Сол жерде алып бауыр мен жорғалаушылар деген осы динозавриктер туралы. Динозавр ашық тұқымды, былай жаттайық онда. Динозавр, дино плюс ашық құс, яғни ашық тұқымдылар және құстар пайда болды. Ал кайнозойда сүт қоректілер плюс адамдар, адам тоже сүт қоректі және жабық тұқымдылар пайда болды. Думаю, осы жерде сендерге түсінікті болып тұр. Яғни мен сендерге барынша қысқартудың жолдарын түсіндіріп жатырмын. Екінші ақпаратта біз литосфераның ең басты құрылымын айтамыз. Литосфераның басты құрылымы ол жер қыртысы. Жер қыртысының өзі екі бөліктен тұрады, материктік және мұхиттық. Енді жер қыртысы деген не? Біз қазір бір жерді басып тұрмыз. Допустим, мен қазір Алматы қаласындамын. Алматы қаласының астында бір нәрсе бар. Бізді басып тұрған, үйлеріміз салып тұрған. Дәл сол нәрселер осы жер қыртысы деп аталады. Жер қыртысы материктік және мұхиттық болып бөлінеді. Материкте де мұхитта да бірінші екеуіне де ортақ шөгінді қабат бар. Яғни үгітілген қабаттар. Екеуіне де ортақ базальт қабаты бар. Және мұхиттықта жоқ, бірақ материкте бар, бізде гранит қабаты бар. Сонда бізде материктікте 3 қабат, мұхитта 2 қабат бар екен. То есть, неге гранит қабаты мұхитта жоқ? Себебі ол мұхиттың асты жұмсақ, сол жұмсақ қабатты тесу арқылы біз мұнай сатып аламыз. Егер біз жер қыртысын осылай сурет қылып салатын болсақ, біз бұлай жерлерді, осылай тауларды салып қояйық.
осы жерде бізде адамдар тұрады. Адамдар тұратын жазық жерлердің қалыңдығы 30-40 километр. Ал тауларда таудың басына қарай 70-80-ге дейін көтеріледі. Ал мұхитта азайып 5-10-ға дейін көтеріледі. Думаю, жер қыртысының қалыңдығында осы жерде түсінікті болды. Енді жер қыртысының үлкен бөліктері тақта деп аталады. Оның алтауы материкпен аттас, 6 материкпен, плюс материк, плюс тынық мұхит және Наска деген тақталар. Осы тақталарды қазір картадан тарап түсіндіріп жіберейік. Вот солтүстік Америка тақтасы, оңтүстік Америка тақтасы, Африка тақтасы, үнді Австралия тақтасы, Евразия тақтасы және тынық мұхит. Мына жерде бізде Наска тақтасы бар. Енді тақталардың қасында красный точка болып тұрған жеріміз бұл литосфералық тақталардың соқтығысқан жерлері, яғни осы соқтығысқан жерлерде таулар пайда болады. Яғни тынық мұхиты мен солтүстік Америкалық тақтаның соқтығысқан жерінен бізде Кордильера тауы пайда болды. Наска тақтасы мен оңтүстік Американың соқтығысқан жерінен Анд тауы пайда болды. Үнді Австралия мен Евразияның соқтығысқан жерінен бізде Гималай тауы пайда болды. Африканың қасында осындай ажырау шекаралары бар. Бұл ажырау шекаралары дегеніміз осы жерде су асты жоталары бар деген сөз. Су асты жоталары судың астындағы просто тау. Енді келесі мына жердегі сіздер білу керек нәрсе бұл жарықтар. Жарық деген орысшалаған кезде трещина деген мағынаны білдіреді. Жер бетіндегі үлкен жарықтар шығыс Африкада орналасқан. Енді осы суреттегі стрелкалар нені білдіреді? Бұл дегеніміз осы тақталар қай бағытқа қарай қозғалып бара жатқанын көрсетеді. Тестте тынық мұхитының солтүстік батысқа қарай, яғни осы жаққа қарай, Евразияға қарай қозғалып жатқандығын және үнді Австралияның солтүстік шығысқа қарай қозғалып жатқандығы тесттерде керек болады. Яғни тақталар либо солтүстік шығысқа, либо солтүстік батысқа қарай қозғалып жатқандығын көру керек. Келесі бетте литосфералық тақталардың қозғалысы туралы. Литосфералық тақталар жылына 2-5 см жылжиды. Дәл осы теорияны литосфералық тақталар теориясы деп айтады. Оны айтқан 20 ғасырдағы немістің ғалымы Вегенер деген ғалым айтқан. Вегенердің айтуы бойынша таулар тақталардың соқтығысына пайда болады. Расымен де таулардың соқтығысына пайда болады. Ал шұңғымалар ол бізде тақталардың керісінше ажырауынан пайда болады. Литосфералық тақталардың бетінде жатқан жыныстар үшке бөлінеді. Тау жыныстары деп аталады олар. Қатты тау жыныстар, сұйық тау жыныстары және газ тектес. Газ тектеске бізде гейзерлерді жатқыза аламыз. Ал сұйыққа суларды жатқыза аламыз, минералды суларды жатқыза аламыз. Ал қаттыға любой пайдалы қазбалардың барлығын жатқызамыз. Думаю, осы жерлерде сендерге түсінікті. Ал тау жыныстарын құрайтын дүниелер ол минерал деп аталады. Сондықтан кейде пайдалы қазбаларды минералды ресурстар деп те айтамыз. Минералды ресурс. Думаю, осы жер сендерге түсінікті болып тұр. Келесі ақпарат ол тау жыныстарының тегіне қарай бөлінуі. Біріншісі метаморфтық, екіншісі магмалық, үшіншісі шөгінді болып бөлінеді. Метаморфтық деген сөз грек тілінен аударған кезде метаморфоза, яғни өзгерген деген мағынаны білдіреді. Оның өзгеруіне әсер етеді температура және қысым. Температура мен қысымның әсерінен бізде әктас мәрмәрға айналады. Негізі әктас өзі шөгінді болып табылады, яғни мына бөлікке жатады, бірақ ол мәрмәрға айналып кетіп тұр температура мен қысымнан. Сазды тақтатас тоже шөгінді, ол бірақ температура мен қысымның әсерінен кристалды тақтатасқа айналады. Құмтас тоже бізде шөгінді, бірақ ол температура мен қысымның әсерінен кварцитке айналады. Яғни сіздерге метаморфтық тау жыныстары деп сұрақ келгенде сендер мәрмәр, кристалл тақтатас, кварцит деп белгілеулерің керек. Магмалық дегеніміз не? Ол жанартаудың атқылауынан пайда болатын тау жыныстары болып табылады. Грек тіліне аударғанда магма, былғама, қойыртпақ деген мағынаны білдіреді. Егер қойыртпақ деген сөздің мағынасы түсініксіз болса, оны каша деп айтуға болады. Типі как манная каша сияқты болып жатыр. Магмалық тау жыныстары екеу, гранит және базальт. Тестте ең көп келетіні осы магмалық тау жыныстары, жаттап алсаңдар болады. Ал шөгінділері осының қалғанның барлығы. Айда шөгінділер бізде кесек шөгінді, химиялық шөгінді, органикалық шөгінді болып бөлінеді. Химиялық шөгіндіге бізде тұздардың барлығы жатады. Органикалыққа мұнай, бізде содан кейін көмір жатады. Яғни осы табиғаттың тірі ағзалардың әсерінен пайда болғандары. Кесекке осы жоғарыда тұрған үшеуі жатады. Думаю, осы бет сендерге тоже түсінікті болып тұр. Келесі ақпаратта біз
жер сілкінісі туралы айтамыз. Жер сілкінісі немесе жер сілкіну деген не? Сендер, думаю, уже білесіңдер, что литосфералық тақталар 2-5 сантиметр жылжиды. Бірақ 2 емес, немесе 5 емес, немесе 3 емес, мүмкін 6-ға, мүмкін 9-ға, мүмкін 11-ге жылжып кеткен кезде бізде жер сілкінісі болады. Яғни кенеттен дүмпу болатын ығысулардың нәтижесінде пайда болатын дүмпу, ол бізде жер сілкінісі деп аталады. Оны суретпен түсіндірейік. Сәлем достар, менің есімім Нұрхан, мен сен көргелі жатқан тегін курстың авторымын. Осы курстың басты мақсаты осы 52 сабақ арқылы менің сабақ түсіндіру методикамды саған түсіндіру. Курста атмосфера, гидросфера, биосфера, литосфера, сонымен бірге 10 мен 11-дан тақырыптары қамтылған. Және бұл курстың тегін болуының себебі осы курсты сендерге көрсету арқылы біздің толық дайын ұбт және практикалық курстарымызға сендерді түсіндіру болып табылады. Себебі бұл жерде ақпараттар толық емес, ал біздің базалық курсымызда және практикалық курсымызда осы ұбт-ға керек болатын барлық тақырыптар және барлық тапсырмалар және тест тапсырмалар қамтылған. Ол жерде 124 тақырыптық тест және ұбт қаңтар, наурыз және шын ұбт-лардың нұсқалары, соңғы 5 жылдық нұсқалардың барлығы талданған. Ал базалық курста бізде ұбт-ның барлық тақырыптары 124 видеомен, яғни бұл видеолардан басқа видеолар арқылы түсіндіріліп және толықтай қамтамасыз етілген. Ол осы курс туралы толық ақпараттарды осы жерде тұрған Telegram каналынан немесе Telegram каналының QR коды арқылы көре аласыздар. Мына жерде адам тұр. Жер сілкіну астында ошақта пайда болады. Жер сілкіну ошағында. Яғни бізде пайда болатын жер. Жер сілкіну ошағы пайда болады және осылай жоғары қарай көтеріліп, осы бір нүктеде жердің бетіне шықсын. Ол бізде эпицентр деп аталады. Яғни эпицентр дегеніміз осы жердің астында пайда болған дүмпудің жердің бетіне көтерілетін жерін айтады. Осы нүктелерде түсінікті деп ойлаймын. Осы жер сілкіну күшін 12 балдық Рихтер деген шкаламен өлшейді. Рихтер деген шкала бізде 0 және 12 балл аралығында. Когда 0 балда ешқандай болмайды, уже 1 балдан бастап 2-3 балда адамдар сезбейді, оны ақпарат арнайы құралдар сезеді. Ол құралды сейсмология деген ғылым зерттейді. Сейсмология деген ғылым жер сілкінісін зерттейтін ғылым. Содан кейін бізде құралы бар арнайы, ол бізде сейсмограф деп айтады. Сейсмограф, яғни жер сілкінуді зерттейтін ғылым. Сілкінуді құрал жазатын. Жер бетінде жер сілкінулер өте көп болып жататын екі сейсмологиялық белдеу бар. Оның біріншісі Альпі Гималай, екіншісі Тынық мұхитының барлық шекаралары. Альпі Гималайдың ұзындығы 15.000 километр. Сендер тесті керек болады. Ал Тынық мұхиттық белдеулерін біз отты шеңбер деп атаймыз. Думаю, осы жерде сендерге түсінікті. Потому что біз отты шеңберді мұхиттар деген тақырыпта айтатын боламыз. Енді бізге келесі ақпарат, ол катаклизмнің түрі, ол жанартау. Бізде жанартау деген дүние, ол жақтан лава шығады, яғни лава атқылайды. Жанартаудың осы тостаған тәріздес шыңы кратер деп аталады. Содан кейін жанартауда көмей болады. Көмей деген адамның көмейі сияқты, яғни лаваның көтерілетін жері. Содан кейін жанартаудың ең астында бізде магма болады, яғни мантия ошағы, который барлық осы лавалар жердің астынан осылай шығатын. Осы магма жанартаудың барлығын қоршаған кезде бізде жанартаудың конусы пайда болады. Ертең бұйырса, иншалла, сендерге тестте осындай сұрақ келеді. Жанартаудың формасын көрсетіңіз деп. Сол кезде сіздер 3 қаны белгілейсіңдер. Яғни кратер, конус және көмей. Осы үшеуі жанартаудың формасы болып табылады. Жанартаулар формаларына пайда болуына, атқылауына, формасына байланысты сөнген жанартау және сөнбеген жанартау болып бөлінеді. Сөнген жанартау дегеніміз адамзат тарихында ешқашан атқыламаған жанартаулар. Оған Эльбрус және Казбек деген екеуі де Кавказда орналасқан жанартаулар жатады. Яғни екеуі де Кавказда. Ал бізде сөнбеген жанартаулар әлемде 800-ден астам. Біз мысал жазып қойдық, ключ шоқысы, ол бізде Еуразияның ең үлкен жанартауы болып табылады. Еуразияның ең үлкен жанартауы. Ең үлкені.
Әлемдегі 800-ден астам сүмбеген жанартаулардың 300-ге жуығы отты шеңберде орналасқан. Яғни отты шеңбердің ең көп жанартаулар орналасқан білеміз. Ал гейзер дегеніміз не? Гейзер деген уақыт өте келе, уақыт периоды сайын ыстық су атқылайтын көзді айтады. Ыстық су атқылайтын көз. Яғни көз деген источник деген мағынада айтып жатыр. Гейзерлер ең көп мемлекет бізде Исландия мемлекеті, себебі Исландияда 26 жанартау бар. Жанартаулардың қасында гейзері, понятное дело, көп болады. Екінші гейзерлер қорығы Йеллоустон. Йеллоустонда гейзерлер 91 метр биіктікке дейін көтеріледі. Яғни 91 метр биіктікке жететін қорық, яғни деп келетін болса, біз осы Йеллоустонды белгілейміз. Енді келесі тауларды жазу керек. Таулардың өзі 3 бөліктен тұрады. Бізде бірінші бөлікте аласа таулар, екіншісі орташа таулар, орташа, үшіншісі биік таулар. Сіздер самый главный үшеуіне де ортақ нәрсе, таулар картада қоңыр түсті. Қоңыр түсті тау деп жаттап алсаңдар болады немесе. Қоңыр түсті тау. Таулар биіктігіне қарай аласа, яғни 500 бен 1000 метр арасында Мұғалжар, Маңғыстау, Апалач, Орал және Сарыарқа деген таулар болып бөлінеді. Біз осыны былай жаттаймыз. Былай жазып қояйық. SMM. SMM-нің не екенін білесіңдер? Біз оны Сарыарқа, Маңғыстау және Мұғалжар деп жаттаймыз. Мұғалжар бізде Орал тауының жалғасы. Ал Орал мен Апалач бізде құрдастар. Яғни бір уақытта пайда болған. Бесеуі бір-бірімен взаимосвязанный болды. Орташа таулар 1000 және 2000 метр биіктікте, олар тесттерде екеуі ғана келеді. Қырым және Қарпат таулары. Қырымда, Карпатта Европаның шығысында орналасқан таулар. Биік таулар 2000 метрден асатын, яғни Кавказ, Алтай, Тянь-Шань немесе Жетісу алатауы. Осы жаққа жаза берсек болады. То есть мына жақтағы бесеуінен 5 аласа тау, 2 орташа таудан басқа таулардың барлығы, который тестте келетін, ол биік тауларға жатады. Думаю, түсінікті. Құрылымына қарай таулар екіге бөлінеді. Олар дегеніміз не? Олар дегеніміз қатпарлы тау және жақпарлы тау. Қатпарлы тау дегеніміз бір рет соқтығысқанда пайда болатын таулар. Бір рет соқтығысқанда. Думаю, тоже қиын емес информация. Таулар осылай келіп бір рет соқтығысса пайда болса, ол қатпарлы тау, бір емес немесе екіден көп реттен пайда болса, қатпарлы жақпарлы таулар. Қатпарлы таулар үшеу. АКК деп жаттауға болады. Адам, қоғам, құқық деген сияқты. Ол бізде Альпі, Кавказ және Кордильера. Осы үш таудың ортақшылығы Альпіде пайда болған таулар. Ал қатпарлы жақпарлы Альпіде қайта көтерілген, яғни Герценде пайда болған тауларды айтамыз. Думаю, тоже қиын емес информациялар. Келесі таулар жасына қарай бөлінеді. Ескі және жас таулар болып. Бұны біз жаттау үшін сендерге оңай жол айтайық. Адамның кәрісі мен жасын еске алайық. Кәрі адамның бойы отырып қалады, яғни аласарып қалады. Ал яғни ескі таулардың барлығы бізде кәрі таулар, яғни аласа тауларға жатады. Яғни біз кәрі тауларды, ескі тауларды аласа тау, ал жас тауларды орташа мен биік деп жаттап алсақ болады. Думаю, дәл осы жерден сендерге түсінікті болып тұр. Енді қыздар, жігіттер, сендер білу керек басты информация, таулар пайда болған кезде бірінші биік болып пайда болады, содан кейін ол орташа болады, содан кейін мүлдем аласа болып қалады. Неге? Себебі олар үгітіледі. Үгітіледі деген сөз адамның бойының отырған сияқты. Сыртқы күштердің әсерінен тау жыныстарының өзгеруі, өзінің биіктігін жоғалтуы үгілу деп аталады. Үгілудің үш түрі бар: физикалық, химиялық және органикалық. Физикалық дегеніміз ауа температурасы бірде жоғары, бірде ыстық болғанның кесірінен тау жыныстары үгітіледі. Дәл осы үгітілудің түрін физикалық деп айтамыз. Ал жаңбыр шайып, жаңбырдан кейін сел жүріп, ауа өзгерген кезде циклон, антициклон болған кезде пайда болатын үгілудің түрін химиялық дейміз. Ал органикалық дегеніміз әртүрлі ағзалардың, яғни адамның,
жануардың, өсімдіктің өзгертіп тастауын айтамыз. Мысалы, адам тауларды тесіп тоннель салады. Сол кезде таулар үгітіледі. Немесе жануарлар ін салады, ұясын салады өздерінің. Немесе өсімдіктер тау мен тасты жарып шығады. Дәл осындай үгітулердің түрін біз органикалық үгіту деп айтамыз. Енді таулар үгіліп ары қарай аласарып жазыққа айналып кетеді. Жазықтардың өзі екіге бөлінеді: төбелі жазық және тегіс жазық. Төбелі жазық деген осылай әртүрлі шоқалықтар бар, тегіс деген дәл осылай жатқан жазықтарды айтады. Тегіс жазықта Тұран мен Шығыс Европа, ал төбеліге Батыс Сібір мен Каспий маңын жатқызамыз. Яғни былайша айтқан кезде судың жанындағы, көлдердің жанындағы жазықтар көбіне төбелі болып келеді. Ал Тұран мен Шығыс Европа керісінше көп үлкен бөлікті алып жатыр, сондықтан олар тегіс болады. Думаю, осы жерлерде түсінікті. Келесі бізде жазықтардың биіктігі. 0 мен 200 метрден арасында жатқан жазық бізде ойпат деп аталады. Картада ойпаттар жасыл түсті. Ойпаттарға мысал Амазонка ойпаты, Каспий маңы ойпаты, Ла-Плата ойпаты. Осылай жаза берсек көп картада. 200 метр мен 500 метр аралығындағы қыраттар. Қыраттар картада сарғыш түсті. Олар үстірт қыраты, торғай қыраты, немесе үстірті деп те айтады кейбір жерде. Ал келесі 500 метр мен 1000 метр аралығында ол таулы үстірттер. Таулы үстірттер жалпы сырт мысалы. Картада олар қоңырқай сарғыш түспен. Сендерге осылардан көрі ойпат самый главный, потому что ойпат ең көп тесте келеді. Қыраттардың жай ғана биіктіктерін және светтерін жаттап алыңдар, мысалдары особо көп келмейді. Енді жазықтардың пайда болуына байланысты түрлері. Жазықтардың желдің әсерінен пайда болатын болса, ол бізде эолдық деп аталады. Жағалық мұздың әсерінен, яғни мұз келіп соғып тастайды жерлерді, сол кезде пайда болған тауларды фьордтық дейді. Фьордтық жазықтар бізде Норвегияда өте көп, яғни осы солтүстік Еуропадағы елде. Торкты аңғарлар және мореналар. Олар наоборот тау мұздықтарының, яғни ледник деп айтамыз ғой біз таудың басындағы, солардың орындарында пайда болған, яғни бұрын мұз болды, уақыт өте кете ол мұз еріп кетті, сол жердегі пайда болған жазықты біз эолдық жазық дейміз. Карст дегеніміз тау жыныстарының суды еруінен әсерінен, яғни өзен мен көлдің арналарында пайда болған жерлерді айтады. А бэдленд деп адам жарамсыз қылып тастаған, адам жаман қылып тастаған жазықтарды айтамыз. Яғни бұл ағылшынша bad және land деген екі сөзден құралған. Думаю, тоже осы жерлер түсінікті. Бізде келесі жазықтардың өзен мен көлдің маңындағы жазықтарды бізде құм төбелерді, яғни шағыл деп айтады. Жазық деп айта берсек болады. Өзен мен көлдің әсерінде, жағасында желдің әсерінен пайда болса, ол шағыл. Наоборот, желдің әсерінен құмды шөлде пайда болса, ол барқан деп аталады. Мысалы, Алматыда әнші құм бар. Әнші құм, ақ құм немесе дәл осы барқан құмды шөлдерде орналасқан. Немесе біз халықтың арасында оны поющие барханы деп айтамыз. Яғни ол жақтан музыканың дауысы естіледі дейді. Соны жаттап алсаңдар болды. Биіктіктері шағылда 20-30, яғни өзен көлдің жағасында сулар оларға қосылып оны биіктетеді. Ал барқандар наоборот 15-20 метр биіктікке 200-100 метр ұзындыққа дейін жоғары биіктікте жайылып жатады. Мұхиттың түбіндегі жазықтар бізде осылай бөлінеді. Ең үлкен бөлік және ең астында жатқаны, ең астында дегенде мұхиттың түбінен қарайтын болсақ, немесе мұхиттың бетінен ең жоғары адам ретінде қарайтын болсақ, то есть адам тұратын жақтан, ол Қазаншұңқыр деп аталады. Содан кейін 200 метрге дейін өтпелі жер, ол бізде Қайраң, ал 200 және 2800 метр жерде жатқан, ол материктік бетке болып табылады. Яғни осындай үш бөлік бар. Ал ең терең нүктесі, ол бізде шұңғыма деп аталады, түбіндегі ең терең жер. Әлемнің ең терең шұңғымасы Мариан шұңғымасы 1957 жылы Витязь сүңгуір кемесі ашқан. Мариан шұңғымасының тереңдігі 11022 метр. Қыздар, жігіттер, бізбен бірге болғандарыңа рахмет. Келесі сабаққа кеттік. Сәлем достар, менің есімім Нұрхан, мен сен көрген жатқан тегін курсының авторымын.
Осы курстың басты мақсаты осы 52 сабақ арқылы менің сабақ түсіндіру методикамды саған түсіндіру. Курста атмосфера, гидросфера, биосфера, литосфера, сонымен бірге 10 мен 11-дан тақырыптары қамтылған. Және бұл курстың тегін болуының себебі осы курсты сендерге көрсету арқылы біздің толық дайын ұбт және практикалық курстарымызға сендерді түсіндіру болып табылады. Себебі бұл жерде ақпараттар толық емес, ал біздің базалық курсымызда және практикалық курсымызда осы ұбт-ға керек болатын барлық тақырыптар және барлық тапсырмалар және тест тапсырмалар қамтылған. Ол жерде 124 тақырыптық тест және ұбт қаңтар, наурыз және шын ұбт-лардың нұсқалары, соңғы 5 жылдық нұсқалардың барлығы талданған. Ал базалық курста бізде ұбт-ның барлық тақырыптары 124 видеомен, яғни бұл видеолардан басқа видеолар арқылы түсіндіріліп және толықтай қамтамасыз етілген. Ол осы курс туралы толық ақпараттарды осы жерде тұрған Telegram каналынан немесе Telegram каналының QR коды арқылы көре аласыздар.